Қайырлыдан қазақ елі, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғайтеміз, тікелей желіде қызмет етудеміз. Алғашқы викторина сұрақты тағы да қайталап өтейік. Жанақ ақынның аузынан қозы көрпеш баян сұлу жырын жазып алған тұңғыш өнер танушы ғалымда атаңыз. Егер де осы сұрақтың дұрыс жауабын білсеңіздер, 54-39-04 желісі арқылы арнамызға қоңырау шалыңыздар. Назовите ученого, который впервые написал из уст поэта Жанака поэму «Козы корпежи баян сұлу». Ждем ваши варианты по номеру 54-39-04. Багдад. Куда сегодня собираешься пойти? Бүгін әзірге белгісіз. Бірақ рухани азық алатын бір жерге баруға міндетті түрде қарсы емеспін. Мне кажется, я нашла ответ на этот вопрос. Нам сейчас все подробно расскажут. Итак, встречайте Алмаз Муратбеков и Татьяна Тихомирова. Доброе утро. Қош келдіңіздер. Қайырлы. Рада вас приветствовать. Доброе утро. Ну, рассказывайте, мечта Багдада будет сегодня исполнена или нет? Ну, безусловно. У нас, кстати, май достаточно такой насыщенный был событиями. Это последнее майское событие. 30 мая сегодня в 15:00 состоится мероприятие, посвященное Уолту Уитману. Ему завтра исполняется 200 лет. Сегодня у нас будет такое, скажем, для достаточно узкого круга людей, наверное, мероприятие, да, потому что оно будет в формате дискуссии проходить. Свободный стих Уолта Уитмана. Иә, шынымен бүгін осы Америка құрама штаттарында өте белгілі сыйлы әдебиетте елеулі орны бар ақын Уолт Уитманның құрметіне арналған шара өтеді. Енді бұл кісі былайша алған кезде біздің әдебиетте кеңінен танымал емес. Бұл кісі өзінің верлибр деп аталатын бағыттың негізін қалаушы ретінде белгілі. Яғни бұл өлеңдер белгілі бір ұйқас формасына біз үйренген белгілі бір өлең пішініне сыймайтын өлең түрлері. Өлеңмен қарапайым ұқсастығы енді бізге үйреншікті поэзиямен. Ол яғни бұл өлеңдердің жолдары бар, тармақтары бар. Дегенмен де буын, бунақ жағынан біздің дәстүрлі өлең түрлерімізге келмейді, ұқсамайды. Мінекей, осынысымен ерекше Уолт Уитманның ертең 200 жылдығы, дүниеге келген 200 жыл толайын деп отыр. Сол себепті де осы мамыр айының соңғы күндерін осы шарамен аяқтамақпыз. Жалпы қарапайым тұрғындардың, кітапханаға келетін оқырмандардың қызығушылығы осындай шараларға қандай деймін? Жастардың оның үшін? Әрине, енді жаман деп айта алмаймыз, өйткені бізге оқырмандар келіп жатады, осындай шара болатынын біліп жатады, көріп жатады, өздері де қатысып, өздеріне жаңа бір дүние ашады. Өйткені тіпті былай алған кезде шағын ортаның өзіне белгісіз кісілер жайлы мәліметтерді біз көпшілік қауымға ұсынуға тырысамыз. Практически уверена, что среди наших зрителей найдутся и те, кто скажет, кто это, чем заслужил подобную участь, да, благодаря чему, какие достижения есть и в чем, собственно, интерес этой персоны. Ну, Уолт Уитман это для литературы это очень значимая фигура достаточно. Он сделал открытие в литературе определенное, да, не только для Америки, не только для зарубежной литературы, да, но и для нашей, потому что современная верлибрическая форма, она пришла именно оттуда. Именно Уитман стал родоначальником свободного стиха. Ну, для тех, кто не знает, верлибр – это тоже жанр поэзии. То есть у нас, знаете, да, три жанра в литературе, эпос, лирика, драма. Вот что касается лирики, здесь он тоже сделал такое вот открытие. Свободный стих, он так называется, свободный стих Уитмана, у нас вечер так называется, да. И верлибр представляет собой стихотворную форму, которая не подразумевает стандартов стихотворения. То есть из чего у нас состоит классическое стихотворение? Это ритм и рифма, это каркас. Он это убрал и сделал акцент на метафорах, сделал акцент на таком интересном строе стихотворения, где автор может высказывать свою мысль свободно, в форме даже такой микропрозы, можно сказать. И с тех пор верлибр у нас авторы очень многие пишут, издают целые сборники верлибрических стихотворений. Ну, помимо этого, он был публицистом, он работал в очень многих американских газетах, он пережил 2 войны, писал об этом очень много. И еще у него есть такое
достижение, наверное, чего до него никто в поэзии не делал. Он пропагандировал, несмотря на то, что вы знаете, да, какие исторические течения были на территории США, да, то есть это расизм определенный, это неравенство социальных слоев, но я думаю, что это и сейчас проблемой, да, является такой социальной. Он затронул все эти темы в своей поэзии. Он пропагандировал равенство рас, равенство мужчины и женщины, кстати. У него есть замечательные строчки. Да, мужчина, но я дословно не могу, да, мужчина очень важен, но женщина сделала мужчину. То есть это было, ну, такое смелое заявление, что касается и равенства всех рас, что касается и, наверное, воспевания человеческого облика, принятия себя. У него очень интересная поэзия для молодежи и в наше время. У нас был сбор крыльев молодежной литературной студии в библиотеке, и у нас вот 2 часа, наверное, заняло обсуждение его поэзии. Ребята совершенно заинтересованы были, мы предоставили все сборники его произведений, которые у нас есть в библиотеке, и вот обсуждали, писали свои аллюзии собственные на его произведения, то есть пытались переложить в стихотворную форму уже то, что есть. Это, кстати, очень интересно именно в верлибрические, особенно зарубежные произведения, потому что, как правило, только русский язык ну, изобилует такими средствами художественной выразительности, которые вот в каноны такие вписываются. Поэтому вот мы постарались немножко переложить в стихотворную форму. И вы знаете, это действительно неподдельный интерес у молодежи вызывает, потому что эти идеи актуальны по настоящее время. То есть основная аудитория все-таки молодежь, да? Я думаю, что да. Либо молодежь, либо люди, которые связаны с литературой, у которых отклик в сердце находят такие темы. У нас сегодня будет мероприятие немного в необычном формате. Помимо того, что будет предоставлена информация о самом поэте, она будет предоставлена в очень интересной форме, в форме викторины. То есть мы будем задавать вопросы аудитории, они будут отвечать на этот вопрос, мы будем дополнять уже фактами из его биографии. В таких 10 блоков это будет происходить. И потом, собственно, в чем заключается наш вечер дискуссия, мы будем зачитывать высказывания Уолта Уитмана и с аудиторией обсуждать, кто как это понял. То есть в первую очередь свое мнение должно присутствовать, оно должно развивать, наверное, у молодежи еще вот это желание доказать свою точку зрения. То есть немножко даже дебаты будут присутствовать. Потому что поэзия – это такое дело, где, наверное, каждый понимает так, как хочет, и так, как ему ближе. Алмас мырза, осындай кештердің, осындай шаралардың басты мақсаты не де, және де қазіргі уақыттағы шетел әдебиетіне деген қызығушылық қандай? Міне байқап отырған боларсыздар, бұл шараның басы қасында жалпы өтуінде әріптесім Татьяна жауапты кісі былайша кеңінен айтып берді. Енді бұл шетел әдебиетіндегі Татьянамен біз арамызда кеңесіп қарасақ, бұл бағыт верлибрлер, біз білеміз, өлең аудармасы бар бізде, поэзиялық аудармалар. Поэзиялық аударманы енді әбден шеберлігі шыңдалған, былайша алған кезде өз ұлтының тіліне аударушы адам, оны барынша халқының тіліне сіңіп кететіндей сондай сөздермен, сондай ұғымдармен астастырып аударуға тырысады. Соған байланысты да біз аударманың сәтсіз шыққанын байқай аламыз. Бізде біз білетін поэзияның аудармашылардың ішінде Қадыр Мырзалин айта алар едіге, өте сондай өлең қазақша жазылған екен деп ойлап қалатындаймыз. Өзіміздің өлкемізде Абдрахман Досов ағай мінекей сондай аудармамен айналысатын. Ал мына верлибрлерге келген кезде бұл аудармалардың біздің ойымызша кеңесе келе айтқан кезде әйтік жоғары енді шеберлікті қажет етпесе де, өте жоғары
Дегенмен аудармаланған күнде ол барынша түсінікті болар еді дегендей ойға келдік. Өйткені бұнда ұйқасқа негізгі ұйқас түріне мән берілмейді. Өйткені біз үйреніп қалған ұйқас пішіндер бұнда кездеспейді. Әр тармақтың ішінде өзінің ішкі ұйқастары, басқа да ұйқас түрлері жүре береді. Енді шетел әдебиетіне келетін болсақ, әрине қазіргі жастар қауым әсіресе шетел әдебиетіне аса ден қойып қызығушылықпен оқуда. Тек шетел әдебиетінен бөлек ресейлік енді әлем таныған жазушылардың да шығармаларын оқуға тырысады. Бізде жаңа келген кітаптар жүйелі түрде арнайы көрмеге шығарылып отырады. Мысалы, бірінші қабатта кітапханамыздың абонементтер бөлімінің алдында үлкен қабырғада бізде кітап көрмесі ұйымдастырылған, жаңадан келіп түскен әдебиеттерге. Ол жерге жүйелі түрде әдебиеттер орналастырылады. Тиісінше ол әдебиеттер өз сұранысын толықтай қанағаттандырып болған кезде жаңа әдебиетпен ауыстырылып отырады. Ал сол секілді бұл жаңа әдебиеттер бізде әмбебап оқу залында да орналасқан. Ал өзіміздің өлкетану әдебиеттер бөлімінде енді өлкетанушылық әдебиеттер өте көп шығады деп айта алмаймыз. Сол себепті де біз өзімізге келген әдебиеттерді жүйелі түрде өздеріңіздің әріптестеріңіз Алау телеарнасына барып та сол жерде апта сайын халыққа таныстыруға тырысамыз. Сондай-ақ біздің бөлімге келген оқырмандар біздің арнайы жаңа кітаптар көрмесінен осы кітаптармен таныса алады. Тамаша. Осы жерде әңгімемізді үзе тұрайық, қазір кезекті әріптестерімізді көрейік, одан кейін жалғайтын боламыз. Лайфхак айдары сіздер үшін бірер минуттан кейін жалғатын боламыз. Қосыңдар, арнасы қосулы болсын. Доброе утро! С вами рубрика «Лайфхак». Мы приготовили для вас компьютерные лайфхаки, о которых вы не знали раньше. Открытие новых вкладок – это действие, которое вы выполняете бесчисленное количество раз в течение дня. Вместо того, чтобы делать это вручную с помощью мыши, вы просто можете нажать Ctrl и букву Т, и новая вкладка откроется сама. Можно вбить описание проблемы в строку поиска Google и почитать, что об этом пишут на форумах. Если поставить ноутбук на авиарежим, многие функции вроде Wi-Fi и Bluetooth будут недоступны, но это снимает нагрузку с батареи и позволяет зарядить его быстрее. Вы можете нажать Alt и кликнуть левой кнопкой мыши на изображение. Оно автоматически скачается на ваш компьютер в папку загрузки. Если у вас зависает компьютер, возможно, это из-за того, что на вашем рабочем столе слишком много ярлыков. Вместо того, чтобы создавать кучу папок, можно сделать одну и в нее добавлять остальные. Если вы удалили файлы и очистили корзину, а потом вам понадобился один из тех документов, скачайте программу Recube. Она отлично восстанавливает стертые файлы. Миллионы компьютеров взламывают каждый день, и ваш может оказаться в их числе. Выключенный антивирус – первый предупреждающий звонок. Другое очень полезное сочетание клавиш закроет ваш браузер. Нужно просто нажать Ctrl, а затем букву Q. Сочетание клавиш Ctrl и I работает для 147 разных программ, однако самое распространенное действие с этим сочетанием – смена шрифта Word на курсив. Вот такие вот лайфхаки, просто и полезные. Мы желаем вам отличного настроения и хорошего дня! Продолжается утренний эфир на телеканале Кустанай. Мы ждем ваших звонков по номеру 54 39 04 и продолжаем беседу, собственно, с гостями. Расскажите о подготовке. Самое вкусное, наверное, то, что занимает наибольшее количество времени, сил, энергии. Ну, в этот раз мы все-таки делали ставку на то, что аудитория будет активной. Мы вообще стараемся, все наши последние мероприятия проходят, вот, наверное, по таким лозунгам, что в первую очередь нужно гостей заинтересовать, чтобы им было комфортно, чтобы они понимали, о чем идет речь, чтобы они были вовлечены в процесс. И вот это интегрирована наша форма, викторина и биография от непосредственно ведущих мероприятий. Да? Поэтому нам в любом случае нужно подготовить читателей к тому, что их ожидает.
И мы специально, у нас есть ВКонтакте страничка «Литературная гостиная», где мы выкладываем как раз всю нашу работу, которая у нас идет. Стихотворения вот как раз наших местных авторов туда выкладываем, тематические какую-то информацию. В этот раз мы за где-то 2 недели до начала мероприятия опубликовали посты о биографии Уолта Уитмана, об интересных фактах из его жизни, которые, наверное, если только биографы могли знать, то есть которые действительно могли заинтересовать. Например, Уолт Уитман бросил школу для того, чтобы пойти учиться на врача. Но врачом так и не стал, то есть при том, что он отличный литератор, и о том, что он сменил множество профессий. И о том, что, в принципе, профессия врача ему пригодилась. Во время войны он работал санитаром. И тут же очень много произведений отражали этот факт из его жизни. Потому что, опять же, принятие человеком самого себя и принятие других людей, это нужно сначала как-то внутренне заслужить. И он, наверное, заслужил это принятие. И вот таким образом мы подготовили аудиторию к тому, чтобы они знали об этом писателе, задавали множество вопросов, по крайней мере, вот ребята, которые ходят в литературную студию, они очень осведомлены о его биографии, они даже сами искали какие-то факты из его биографии, которые бы дополнили общую картину. Помимо этого, у нас каждые 2 недели проходят кинопросмотры в конференц-зале. Это такая тоже интересная форма работы. Совершенно любой человек может с улицы прийти. И мы с проектором на большом экране, как в кинотеатре, с чаем, с конфетами, смотрим фильмы, потом их обсуждаем. И вот наш выбор пал на «Общество мертвых поэтов», наверное, такой культовый фильм, где тоже приводились цитаты из произведений Уолта Уитмана, где сама идея фильма, наверное, она и отражала идею всего сборника Уолта Уитмана, вот единственного его сборника за всю жизнь «Листья травы», который стал культовым, собственно, из-за которого Уолт Уитман всемирно известным стал поэтом. И вот таким образом вообще можно было бы узнать, да, о том, кто такой Уолт Уитман. Его портрет, естественно, в школе, потому что висел, потому что это, ну, Соединенные Штаты Америки в фильме. И учитель по литературе, который преподавал, он и опирался на эти идеи Уолта Уитмана о том, что нужно принимать в себя свои желания, о том, что нужно быть свободным, как и в стихах. Если вы, наверное, смотрели эти фильмы, вы помните, что там была теория по стихосложению, да, то есть художественная часть и часть техническая. Но это то, и чему я сейчас учу. И он отвергал все эти каноны, как и Уитман, да, в своей поэзии, для того, чтобы дать возможность любому автору себя выразить в полной мере, в полной степени, чтобы не жертвовать никакой мыслью ради каких-то технических моментов. И вот таким образом у нас такой уж точно пласт молодежи придет, которые подготовлены, которые будут участвовать в обсуждении и которые уже, наверное, навсегда запомнят о том, кто такой Уолт Уитман, потому что я знаю, что многие не знают, потому что в школьной программе этого автора нет. Он есть либо в вузовской программе, либо вот при самостоятельном изучении зарубежной литературы. Поэтому такую вот работу мы проделали. Алмас мырза, енді қазіргі уақытта жастардың шетел әдебиетіне қызығушылығы қандай деңгейде екені белгілі. Барлығы шетел әдебиетін оқуға тырысады, қатардан кем қалмау үшін. Бірақ дегенмен де осы шетел әдебиетінің жанында өзіміздің ұлттық қазақтың ақын жазушыларының тамаша туындылары тыс қалып қойып жатқан жоқ па? Жоқ, әлбетте. Өйткені біз өлкетану әдебиеттер бөлімі болғандықтан өзіміздің өнерлік қаламгерлермен, ақындарымызбен кездесулер ұйымдастырып тұрамыз. Әрине де бұл кісілер өз кезегінде өзінің шама-шарқына қарай қазір жоғары оқу орындарында дәрістерін беруде. Сондықтан да жастарға қазақ әдебиетінің өкілдері қазіргі буыны былайша алған кезде етене таныс деп ойлаймын. Мысалы, біз алдағы айларда өтетін шаралардың ішінен Серікбай Оспановпен кездесуімізді айта аламыз. Неке алда маусым айында өтеді. Сондай-ақ маусым айының басында бізде дәстүрлі түрде жылда өтетін Пушкиннің туылған күніне орайластырылған кездесуімізде орын алады.
Бұл және басқа да ақпараттар жайлы әрине де біздің оқырмандар, қалың көпшілік ресми сайтымыздан немесе әлеуметтік желілердегі парақшаларымыздан оқып біліп, осы шараларға келіп, сұрақтары болса, бөлісері болса, әрине де өз пікірін білдіре алады. Тамаша. Жалпы енді мамыр айы өзінің соңына келіп жетті, соңғы шараларыңыз екен. Осы айда келесі айда қойған мақсат жоспарларыңызды жалпы тұрғыда білдік. Бөлімдеріңізге тоқтала кетсеңіздер, басты мақсаты бөлімдеріңіздің қандай? Өлкетану бөлімдері жаңа өзіңіз тілге тиек еттіңіз. Сонымен қатар сіздердің бөлімдеріңізге келіп біз қандай әдебиетпен жақынырақ таныс бола аламыз? Рахмет сұрағыңызға. Өйткені біз бөлім жайлы жалпы түрде айтамыз. Мына сұрағыңыз енді нақтылау сұрағы болған шығар. Біздің бөліміміз 2017 жылы өзінің бастауын алды. Жалпы Қостанай өңірі туралы, қостанайлық біздің қаламгерлер, ағартушылар жайлы деректер, олардың әдебиеттері бізде әр бөлімде сақталушы еді. Кітапханамыздың оқу залында нұсқалары болса, ол нұсқалар абонемент бөлімінде де болды. Енді қазіргі таңда өлкетану әдебиеттері бөлімінде осы үлкен материалдар қоры бір жерге жинақталған. Яғни бізге келуші оқырмандар бір мақсатпен келеді. Ол мақсаты, яғни өзінің өңірлік жазушысының, немесе өзінің ауданының, қаласының өмірі тіршілігі, қолтаңбасы, шығармашылығы жайлы білу үшін келеді. Өйткені бізде бәрі жинақталған. Біз қазіргі таңда 6000-нан астам әдебиеттерді қамтимыз. Оның барлығы Қостанай облысына, өңіріне байланысты. Қостанай облысының әр ауданынан шыққан тумасы, басқа мысалы қорлардан біз біртіндеп көтерудеміз. Ешкімге емес, енді көпшілік оқырманға белгісіз болып келген біздің авторларымыз бар. Олар біздің үлкен бай қорымызда басқа қорларда сақтаулы, соларды біртіндеп көтерудеміз. Мысалы, кітаптың жалпы өзі біздің қостанайлықтарға арналмаса да, белгілі бір кітаптың ішіндегі жарты бетіндегі материал, ол бүгінге дейін жарыққа өте таныс емес, сондай бір қостанайлық кісі туралы болуы мүмкін. Міне біз де соны көтереміз. Сондай-ақ енді басты жұмыстарымыздың бірі өлкетану саласына қатысты әдебиеттер тым көп деп айта алмаймыз. Соның қорын толтыру үшін біз қазіргі таңда қор жасап жатырмыз. Бұл яғни біздің жобамыз, біздің сайтымыздан да көруге болады. Былайша алған кезде ол күнделікті бізде бұқаралық ақпараттар құралы, өзіміздің өлкетанушылық сипаттағы жариялаған материалдары ол құнды мәліметтерге ие. Егер де біз оны сақтап қалмасақ, қазіргі таңда болашақта біз өзіміздің күнделікті өмірімізде осы жылдары болған оқиғаларымыз жайлы айта алмас едік. Сол себепті де осындай материалдарды біз қазір жинап, өлкетанушылық әдебиеттер қорын толықтырудамыз. Тамаша. Ну и прямо сейчас ваши пожелания и автографы в нашу книгу. Доброго утра. Таңғы тілектеріңіз. Ну, всем хорошего, отличного дня. Завтра уже завершение недели. Уже можно морально готовиться к тому, что впереди выходные. Всем хорошей погоды и внутри, и на улице. Әріптесіме қосыламын. Ертең осы аптаның соңғы күні, тек аптаның емес, көктем мезгілінің, көктем айларының соңғы күні, алдымызда жадыраған жаз. Біз енді бір айдан кейін жазғы жұмыс тәртібіне де ауысатын боламыз. Сол себепті келіңіздер, кітап оқыңыздар, өзіңіздің сүйікті жазушыларыңызды табыңыздар демекпіз бізден. Былайша айтқан кезде әр тәніміз арайлы болсын. Келгендеріңізге рахмет, алғыс білдіреміз, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Рахмет сіздерге. До свидания. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бір минуттан кейін жолығатын боламыз. Қостанай арнасы қосулы болсын. Оставайтесь вместе с нами. Айтатын саған сыры
ертеңім менің болыңғы әлсіреп дымым құрып жүр адасып менен қолым жүр айтатын саған сырым бұл бастаудың мұздай суымен жоқ бола кетсем жуынды өртенген жанды суынды ерте келе ерте кетті шарамды таусып төңкеріп кетем бе деп қорқамын өз отыма Болақтың мұздай суымен жуындыр мені жуынды қауышып жаным жырымен алайын сосын тыным бір ерте келе ерте кетті шарамды таусып төңкеріп кетем бе деп қорқамын өз отыма өртенді ерте келе ерте кетті шарамды таусып төңкеріп кетем бе деп қорқамын өз отыма өртеніп ерте келе ерте кетті шарамды таусып төңкеріп кетем бе деп қорқамын өз отыма өртеніп ерте келе ерте кетті шарамды таусып төңкеріп кетем бе деп қорқамын өз отыма Қайырлы таң қадірлі телекөрермендер, Қостанай арнасы Тобыл таң бағдарламасы тікелей желідегі жұмысын әрі қарай жалғайды. Алғашқы Виктордың сұрағымызды тағы бір мәрте әріптес қайталап өтейік. Жанақ ақынның аузынан қозы көрпеш баян сұлу жырын жазып алған тұңғыш өнертанушы ғалымда атаңыз. Егер де жауаптарыңыз, нұсқаларыңыз болса арнамызға хабарласыңыздар, 54 39 04 желісі арқылы қоңырауларыңызды қабылдайтын боламыз. Назовите ученого, который впервые написал из уст поэта Жанака поэму «Козы Корпеш» Баян Сулу. Мы ждем ваши варианты по номеру 54 39 04. Бүгін бізде қонақта Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті Бибігүл Қабылқызы, сонымен қатар Талғат Шайхағали. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Здравствуйте. Көңіл күйдеріңіз қалай? жақсы Бибігүл ханым, жағымды жаңалығыңызбен бөлісіп келіп отырсыздар бағдарламамызға. Тоқтала кетсеңіздер. иә негізінде биыл 2019 жылы жастар жылы деп жарияланған болатын да біздің елбасымыздың. Сондықтан да осы жастар жылына байланысты біздің әдеби байқау конкурсы жастар арасында өткізілген болатын. 2018 жылы тәуелсіздік күніне арналған әдеби конкурс өткізілген болатын. 2019 жылы осы жаңа өзің айтып кеттің қозы көрпеш баян сұлу 15 сәуір күніне ғашықтар күніне арналған екі біздің жинағымыз шыққан болатын. Ол екі жинағымызда біздің студенттарымыздың өзі талантты, біздің университетте талантты студенттер көп қой. Негізінде сол екі жинағымыз мынандай болып шыққан болатын.
болатын міне. Бұл негізінде этот рухани жаңғыру, бұның этот рухани жаңғыру жоба орталығымен бірлесе отырып шығарған бұл өзіміздің жоба болатын. Сонымен қатар бірнеше басқа да шаралар жүргізіліп жатыр жастар жылына байланысты. Біздің университет кітапханасында Парасат жастар клубы ұйымдастырылған болатын. Осы ақпан айында бірінші отырысы болды. Бір ел бір кітап аясында осы Парасат жастар клубының ұйымдастыруымен бір кітап Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» атты кітабы талданған болатын негізінде. Қазір уақытта мұның ішінде қанша ақын жазушылардың шығарылды? Мұның ішінде Қазақстан тәуелсіздік ел қанатын жайған әлемге деген тәуелсіздік күніне арналған, бұның ішінде 25 студентіміз қатысқан, біздің университеттің. Екінші жинағымызда бұның ішінде жүрекпен жазылған өлең, студенттік жастар поэтикалық, бұл негізінде Қостанай облыстық, бұның негізінде біздің университеттің студенттері ғана емес, сонымен қатар колледждің Рудный индустриалды институтының арқалық пединститутының студенттері қатысқан болатын. Бұның ішінде 21 студент бар, бұның ішінде 25 студенттардың өлеңдер жинағы шығарған. Кез келген студенттің өлең жолдары осы жинақта бар ма? Әлде белгілі бір талдау арқылы талдау емес, кім, мысалы біздің студенттердің көбісі кім өлең жазады, соның бәрін біз жинадық. Орыс екі тілде негізінде бұл екі тілде шыққан өлең, екі тілде шығарған жинақ. Өздері, мысалы, студенттердің көбі өлең жазады ғой, енді айттым ғой, таланты көп, тек қана оқу өздерінің мамандығы емес, өлең де жазады, би де билейді, ән де салады. Сондай жеткірлі бір заман талабына ясайын. Жалпы осы кітапты жинақтаған кезде белгілі бір талаптар қойылды ма? Мынадай тақырыпта жазу керек деген сен? Жоқ, тақырып онда бірінші біздің жинағымызда Қазақстан тәуелсіздік ел тек Қазақстан елі жайында жазылған болатын. Рухани жаңғыру аясында жазылған болатын. Екінші тақырыбымыз махаббатқа, екінші жинағымыз махаббатқа арналған болады. Тамаша. Қазір уақытта енді махаббатта әртүрлі болады. Ол отанға деген махаббат, ата-анаға деген сыңай. Өте жақсы. Талғат, жақынырақ таныс болайық. Нешінші курста білім алдыңсың, қандай мамандық иегерсің? Мен қазіргі таңда қазақ тілі және әдебиеті пәнінің болашақ мұғалім боламын. Бірінші курс студенті. Есім Шайхали Талғат, Алпыстылы, Киелі Торғай жерінен келдім. Бұл мамандық неліктен таңдадың? Неліктен ұстаз боламын деп шештің? Ұстаз болу бұл өте жауапты әрі үлкен маңызды іс. Себебі менің ата-анам және де тәтелерім барлығы ұстаз. Сондықтан да осы ұстаздық жол маған таныстық емес. Сондықтан да ұстаз боламын деп шештім. Отбасылық династияны әрі қарай жалғауға шештім дейсің. Тамаша, бәрекелді. Неліктен Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті? Қостанай педагогикалық университеті өте білімі сапалы, өте жақсы. Өйткені бұл мемлекеттік университетте менің тәтелерім де оқыған. Сондықтан да бұл университет өте жақсы университеттердің бірі. Қостанайда қазіргі таңдағы. Әрине. Жалпы ақындық жолын қалай бастау болды? Алғашқы өлең несінде ме? Қашан қолға қалам алды? Алғашқы өлеңім 5-6 сыныптарда жаздым. Ол өлеңдерім әрине қазір ауылда қағаздарда жазылды, бірақ та есімде жоқ. Бірақ та өлеңдерім сол басталды 5-6 сыныптардан. Отбасында бір өлең жазатын беді, әлде тек сен ғана ма? Менің нағашы жағымнан бар өлең жазатын ақын кісілер бар. Оны айтып өтуге болады. Нұрхан Ахметбеков деген ақын кісі менің нағашым деп айта аламын. Ал былай өзімнің туыстарымда өлең жазатын кісілер көп емес. Қандай тақырып аясында қалам тербейсің? Әртүрлі тақырыптарда отан жайлы, отбасы жайлы, махаббат жайлы, ұстаз жайлы. Сен кезекті бір өлең жолдарыңа сұрасақ, қандай өлең жолын оқып бересің телекөрермендерімізге? Бұл сабақ соңында ұстаз және студенттерге арналған бір өлеңім бар. Әрине. Сонда бүкіл ұстаздарға және студенттерге, жастарға оқып берсең. Тамаша, махаббат. Жазылар өлеңім көп менің, апайға арнаймын бірінші, білімін біздерге аямай, мейірім шуағын төгуші. Ұстаз ол үлгі жолбастар бізге, әрқашан күлкі кетпесін сізден. Өміріңіз мәңгі болсыншы жарық, әр айтқан сөзің біз үшін жақұт. Бәріңе тіледім бақытты мыңдаған, әрқашан ел тыныш атсыншы таң күліп, бұл күндер оралмас келмейді қайтадан.
біздер де кетеміз, ешкім жоқ мәңгілік. Ұмытып кетпесін сіздегі пәк көңіл, жүректе қалады естелік жаңғырып. Ешқашан тоқтамас, себебі бұл өмір, есімдер сақталар, жүректе ән болып. Ешқашан шегінбе, ертерек берілме, сен мықты тұлғасың, керексің еліңе. Тамаша, бәрекелді. Өте жақсы өлең жолдары, барлық ұстаздарымызға арналған тамаша өлең жолдары. Бибігүл, тоқтала кетейік, сізге жалпы кітапханада қазіргі уақытта университет қабырғасында оқып жүрген жастар енді әлеуметтік желіге құмар болып келеді. Ғаламтор беттеріне керекті бір тақырыпты таба алады. Бірақ дегенмен де біз университетте оқып жүрген кезде осы кітапханалардан шықпайтынбыз. Қазіргі уақытта келіп түсіп жатқан абитуриенттер кітапханаға қызығушылық қандай? Жалпы кітап оқи ма қазір? Кітап оқиды. Ну, көп емес, но кітап оқиды. Енді 60-70% деп айтуға болады былай. Пайызы. Кітап оқиды, қызықтыратыны бар. Енді ол негізінде кітапхана ол студенттерді, мысалы, өз оқырмандарын негізінде меніңше қызықтыру керек деп ойлаймын, шақыруға, өзіне тартуға. Мысалы, біздің студенттер талғат біледі, студенттер келіп өз еркінде болады. Мысалы, кітапханаға келгенде ешқандай біз былай сен отыр деп сөйтіп ешқандай кедергі болмайды. Өз еріктерінде келіп кітаптар оқиды. Көп көркем әдебиеттерді көп оқиды бізде. Екі тілде, орыс тілде, қазақ тілде. Тамаша. Өте жақсы. Осы жеріне әңгімемізді үзе тұрайық, әріптестерімізге кезек берейік, одан кейін міндетті түрде жалғатып. Дәл қазір саяхаттаймын десеңіз, Айдар, сіздер үшін бірер минуттан кейін жалғатып аламыз. Вокруг света, внимание на экран. Қадірлі көрермендер, саяхаттаймын десеңіз Айдара, бүгін Жапония еліне саяхаттаймыз. Өзінше бай мұрасы бар заманауи ел Жапония бірнеше жылдардан бері туристердің арасына танымал болып келеді. Елге жасалатын саяхат ғаламшарымыздағы ең қымбат бағыт болғанымен, алыстан арбалап келетіндердің саны ешқашан төмендеген емес. Жапония Шығыс Азиядағы аралды мемлекет. Оның құрамында ең негізгі 4 арал: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, бұдан басқа 4000 ұсақ арал бар. Жапония аймағы 47 префектураға бөлінеді. Оның әрбірінің жеке астанасы бар. Жапонияның 4-тен 3 бөлігі таулы аймақтарды құрайды. Адамдар жердің 10%-на ғана шоғырланған, қалған жерді ауыл шаруашылығы алып жатыр. Астанасы Токио қаласы. Токио әлемдегі ең қауіпсіз мемлекет. Қауіпсіздігі соншалықты 6 жасар бала қоғамдық көліктерде жалғыз жүре береді. Жапонияда саяхат сіздің жадыңызда мәңгі естен кетпес естеліктерді қалдырады. Жапонияның атақты Фудзи тауы, Беппу ыстық бұлақтары, Хиросимадағы атақты мемориал, Джигокудани атты маймылдар саябағы, Кеймидзура ғибадатханасы, Химедзе сарайы, Токио мұнарасы, алтын павильон сынды көрікті орындары кез келген саяхатшының талғамын қанағаттандыра алатындығына сенімдіміз. Сондай елде өте мықты қалыптасқан дәстүрлер мен технологиялардың жоғары дамуы бар. Жаңа технологияларға қызықтандыратын барлығы дерлік Жапонияға келіп жатады. Бұл сала әсіресе Раппонги, Акихабара және Синдзюку сынды токиолық аудандарда жақсы дамыған. Жапонияда жер сілкінісі өте жиі болып тұрады. Орташа есеппен жыл сайын 1500 жер сілкінісі болады. Жапония аумағында 200-ден астам жанар таулар бар. Жапондықтардың көпшілігі таңғы, түскі, кешкі асқа күріш жейді. Жапондықтар сұмдық еңбекқор халық. Олар 15-18 сағат бойы үзіліссіз жұмыс істей береді. Жұмысқа дәл уақытында келу өте ұят қылық. Олар бару керек жерге жарты сағат ерте жетеді. Жапонияда оқу жылы сәуір айында басталады. Айтпақшы, жапон тілінде аяттары жоқ, оның орнына реттік сандарды қолданады. 6 құрлықты аралауды армандайтын жандар амандықпен. Қостанай арнасы Тобылтан бағдарламасы үзілген әңгімемізді қонақтарымызбен әрі қарай жалғай түсейік. Бибігүл ханым, Парасат жастар клубына тоқтала кетсеңіз, басты мақсатын? Негізінде басты мақсаты Парасат жастар клубының бұл жастардың өздерінің инициативасымен, өздерінің ойларымен туған не ғой. Негізінде олар кітапханаға мысалы 7-сіне 2 рет, айына 3-4 рет жиналады. Өздері бір әзіргі бастамамыз бір мысалы ақын болсын, жазушы болсын, соның бір кітабын алып, соны талқылау. Негізгі мақсатымыз қазіргі сонымен бастап жатырмыз да біз. Бізде осымен
2019-дың ақпан айында бастаған болатынбыз да. Сонда біз Әзілхан Шайықовтың «Махаббат қызық мол жылдарын» талқыладық. Сонымен қатар Төлен Әбдіковтың «Оң қолымен» парасат әңгімелерін талқыладық. Біз осы 3-4 рет жиналған болатынбыз. Енді Алла тағала Құдай қаласа қыркүйек айында, қазан айында кездесеміз деп ойлаймыз тағы бірлер. Қазір уақытта парасат жастар клубында қанша қатысушы бар? Негізінде 15 қатысушы бар, 15. Бірінші, екінші, үшінші әр факультеттерден. Биология, химия әр факультеттерден тек қазақ тілі мен әдебиет мамандығы емес, басқа факультеттердің де студенттер қатысады, оқырмандар. Алға қойған мақсат жоспарлар қандай? Қандай іс-шаралар өтеді? Іс-шаралар негізінде бар. Биыл 120 жыл біздің Бейімбет Майлин, жазушы Лешин Сүгіров, Сәкен Сейфуллин, үш бәйтерегіміздің биыл 125 жылдығы. Сол іс-шаралар жайында қазан-қараша айында біз әдеби үлкен бір әдеби кеш, әдеби конференция өткіземіз деген ойымыз бар. Тамаша. Талғат, сенің мақсат жоспарларың қандай? Жалпы енді білім алу бастап мақсат екен қазір уақытта белгілі, бірінші курсқа түскеннен кейін, бірақ дегенмен де ақындық жолды жалғау ойда бар ма болашақта? Ақындық жолды жалғау әрине бар. Осы екі мамандықты, екі саланы қатар алып жүру алдағы уақытта ойымда бар. Әрине. Бір-бірін ұштастыруға келетін мамандық қой негізі. Өлең жолдарынан тағы да кезек берсек. Өлең жылда жаңа Бейімбет Майлиннің 125 жылдығы университетте ерекше аталып өтті. Соны бір жазған өлеңім бар, шағын оқып жетем. Әрине. Біз қалайша қазақ нашар дей аламыз, елге талай еңбек еткен көп балаңыз, азаттықты аңсаған ұлдың бірі, таранда туып өскен би ағамыз, үйірілді таңдайға жыр тәттісі, үлгі болар кісі еді ұрпақ кісі, тәуелсіздік жолында құрбан болған қазақтың ерекше бір тоқтысы. Және келесі өлеңімді оқып жүрмін. Әрине. Барша Рамазан айында ораза ұстап жатқан мұсылмандарды барлығын Рамазан айымен құттықтағым келеді. Және олардың Алла сауаптарын арттырсын деп, Рамазан айына ораза жайлы бір өлеңім шағын. Ораза керемет, ерекше құлшылық, ұстамай көп жастар, жүректер тұншығып, бұйыртпаған жандар бар, бұл айға кеп тұрып, сауаптан құр қалар, нәпсіге басырып. Ораза ұстаған мұсылман бауырым, бақытты тілеймін сіздерге барлығын. Жәннаттың есігі әр раян қақпасы, сол жерден кіруге Аллахтың жазуын. Өтсе де күндерім, ұйқысыз түндерім, сағына күтеміз, қасиетті Рамазан, біз сенімен біргеміз. Тамаша, бәрекелді. Келгендеріңізге рахмет, сіздерге де ораза қабыл болсын дейміз, алғыс білдіреміз. Ну, прямо сейчас ваше пожелание в нашу книгу под названием «Тобултаны» и передайте привет своим близким, пожелайте доброго утра всем зрителям телеканала «Кустаны». Телекөрермендерімізге таңғы тілектеріңіз Бибігүл ханым жазам дегенше, Талғат, сөз кезегі өзінде. Менің құрметті ауылдағы ата-анам және отбасым, барша туыс-туғандар, студент группаластарым, достарым барлығына бүгінгі күннің сәтті өтуін тілеймін. Және де алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Өмірлеріңіз тек қуанышқа, жақсы сәттерге толы болсын. Осылай әрқашан бақытты, шат жадыман күйде аман есен жүре берейік. Жақсы. Бибігүл ханым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Сіздерге тілейтін ең бастысы денсаулық. Өзіміздің Рамазан айының оразасы құтты болсын бәрімізге де. Енді аспандарыңыз ашық, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Келгендеріңізге рахмет, алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет. Спасибо, до свидания. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алысымыздар, бір минуттен жолғатмауымыз, қызықтың бәрі әлі де болса алда, қосыны арнасы қосылы болғай. Впереди еще много всего интересного. Оставайтесь на телеканале «Кустаны». Қазақ елінде кімдер келді, кімдер өткен, байтақ жерімде әділ хандар билік еткен. Батыл қаһарман бұл қазағым, халқым менің, батыр атанған
арыл қыздарың сені Байрағын желбіре баспағында жеңімпаз болайын қасқағында жігерлі ақылды алғыр намысты бермейді жастарында бөрінің ұрпағы болған халқымды білмейді жастарыңды елімнің еңсесі биік болашақ бүгіннен басталуда елімнің еңсесі биік қазағым дамиды өрлеші сабай бер еңбегі таянбай тоқтама алға асқардай биік арыстандай айбатты намысын бермес қайсар қазақ еді қаһарлы мықты жолбарыстай қайратты жоқтығы биік жайсаң қазақ елінің Қазақстанның көкбөрінің мекені аспанда қыран қалықтаған самғап арыстай батыл қайсар айбат екенін бар әлем біліп менің қазақ елімнің ойда тылсым күш пайда болар елді ойласам ашық жарқынбыз қазақ елі асылдастан аттада қалған салт дәстүрді қастерлейік бабалар салған сара жолмен жүрейік байрағын желбіре баспағында жеңімпаз болайық қастарында жігерлі ақылды алған намысты бермейді жастарында бөрінің ұрпағы болған халқымды білмейді жастарында елімнің еңсесі биік болашақ бүгіннен басталуда елімнің еңсесі биік қазағым дамиды өрлеші сабай бер еңбегі аянбай тоқтама алға асқардай биік арыстандай айбатты намысын бермес қайсар қазақ еді қаһарлы мықты жолбарыстай қайратты жоқтығы биік жайсаң қазақ елінің Қазақстанның көкбөрінің мекені аспанда қыран қалықтаған самғап арыстай батыл қайсар айбат екенін бар әлем білер менің қазақ елімнің I hope, I тоқтама алға асқардай биік арыстандай айбатты намысын бермес қайсар қазақ еді қаһарлы мықты жолбарыстай қайратты жоқтығы биік жайсаң қазақ елінің Қазақстанның көкбөрінің мекені аспанда қыран қалықтаған самғап арыстай батыл қайсар айбат екенін бар әлем білер менің қазақ елімнің Қайырлы таң қадірлі телекөрермендер, екінші викторина сұрағымызды сіздерге жолдаймыз. Ал екінші сұрағымыз мынадай. Муайтай спортында спортшылар рингке шықпастан бұрын қандай би билейді? Егер де осы сұрақтың дұрыс жауабын білсеңіздер, 54-39-04 тікелей желі арнамызға қоңырау шалып, өз жауаптарыңызды нұсқаларыңызда беріп көріңіздер. Какие танцы исполняют в Муай-Тай перед выходом на ринг? Так звучит наш второй вопрос викторины. Ждем ваши варианты по номеру 54-39-04, код города 8742. Ну и в нашей студии вновь гости. Давай знакомиться. Шакан Нургалиев, Арсений Матвийко. Доброе утро. Рада вас приветствовать. Ну, расскажите, пожалуйста, с какими новостями к нам пожаловали? Ну, в основном, что у нас в области начинает подниматься муай-тай, развиваться, в общем, поднимается более-менее на высокий уровень.
Давайте вообще расскажем об этом виде спорта, что он из Ну, себя это- представляет, как много детей сегодня занимаются. Это, ну, это вид развивается в Таиланде, на истоке Таиланда идут, это более 300 лет назад. И в Казахстане сейчас он получил широкое распространение, начиная вот с Алматинской области. Там есть профессиональный клуб «Илюхан». И вот они начали с 96 года этот вид культивировать. И на базе вот этого профессионального клуба образовался сборная Казахстана, а затем уже создали они 16 федераций по всей республике, по 16 областям, можно сказать. Ну и что из себя представляет? То есть это какой-то набор это- приемов, отработанных техник? Слово муай-тай, в принципе, переводится как борьба восьмируких. То есть у нас там идет удары руками, ногами, коленем, локтями. Ну вот поэтому он так и называется, восьмиударный. Или, я извиняюсь, ага. Там еще идет броски со стойки. Ну, то есть все, что только Всё. можно было придумать, Да. используется здесь. Арсений, как давно занимаешься? Расскажи нам, пожалуйста. Я занимаюсь тайским боксом 2 года. 2 года уже. А ты сам узнал про этот вид спорта или тебя родители привели? Может быть, друзья занимались? Нет, меня пригласили на соревнования. Я вообще хотел на единоборство, и меня выставили на тайский бокс. И я победил, мне отдали кубок. И то есть все эти медали, которые мы сегодня наблюдаем в нашей студии, это все твои? Да, За 2 года? да, Невероятно просто. Ну, тебе очень нравится, наверное, сам процесс. да. И соперники для тебя не представляют никакой угрозы. У тебя легко так все получается. Ну, не совсем легко, но большинство разов да. А как проходят твои тренировки? Расскажи, как часто ты ходишь в зал? Но у меня понедельник, среда, пятница. 3 раза в неделю обязательно ты ходишь на занятия. Да. А вообще, чтобы стать чемпионом в этом виде спорта, что необходимо? Изначально какие-то данные у ребенка или все можно развивать в процессе? Ну, мы как, вот, в принципе, как отбираем. Если у ребенка глаза горят, значит, с него обязательно получится спортсмен. Это первый критерий. Ну, и, естественно, трудолюбие и желание заниматься. Бывает так, что вот родители просто приводят, а ребенок сам не хочет. Ну, это очень сложный вариант. Поэтому и мы отбираем. Потом вот Арсений в этом плане, он, как можно сказать, уникальный. Он такой в дороге, везде, так он такой, ну, везде он проявляет себя очень хорошо. И вот даже он, одно поражение было, настолько он болезненно переживает, он расплакался даже. Я говорю, 2 место, это же очень высокий результат. Нет, он хочет только быть первым. Что вполне объяснимо, да? Мне кажется, спортсмены, они всегда сражаются только за победу. Ведь сколько труда уходит на тренировках, и очень обидно, если не получается результат. Ну а вообще в Кустанайской области насколько процветает этот вид спорта? Ну, у нас в основном это распространение только пока в городах идет. Это Рудный, Кустанай, Кустанайский район, это Тоболовка, Карабалыкский район и Лисаковск. Какие из последних соревнований можем отметить сегодня, рассказать о них? Ну вот Высокого уровня. буквально вот неделю назад прошел у нас открытый областной чемпионат Кустанайской области, где приняли 7 команд. Приезжали это гости со Астаны, очень хорошо выступили. И вот сейчас у нас буквально 10 июня, 10 по 15 июня в Кустанае пройдет чемпионат Республики Казахстан впервые. Ну, сейчас собрана команда, естественно, постараемся перед земляками, как говорится, показать свое мастерство, да. Ну, рассчитывайте на 1 место. Ну, сложный вариант, потому что в республике очень сильные команды, у них тройные составы, они даже в сборную области не могут попасть. Там потому что идет по одному участнику вес, или бывает 2 человека. И поэтому пока нам тяжело конкурировать. А какие перспективы вообще у этого вида спорта? Он олимпийский или нет? Вот в 2024 году уже 3 весовых категории вошли в олимпийский вид, уже просмотр был. А вообще это вид перспективы, он, вот даже вот Японию взять, настолько он много единоборств, они только из иностранных видов только тайский бокс признали. Идет на вооружение, полицейский, ну вот такой вид спорта. Ну, ты хочешь стать мастером спорта, тренером? Какая у тебя в будущем мечта? Я хочу попасть на Олимпийские игры. Хорошая мечта. А в будущем видишь себя именно в спорте, именно тренером? Ну да. Да, будешь продолжать, учить деток потом.
Можно добавить? Значит, он в прошлом году в возрасте 8-9 лет попал в сборную Казахстана, занял первое место. Но сейчас ему исполнилось 10 лет, ему снова надо завоевывать место в сборной Казахстана в возрасте 10-11 лет. Сейчас как раз в Атырау будет, через месяц будет отбор. Будем отбираться. Вся жизнь борьба, в прямом смысле и на ринге, и за... Хорошо, прямо сейчас у нас гороскоп, после чего продолжим. Внимание на экран. Әрине жұлдыз жорамалға кезек береміз, одан кейін үзілген әңгімемізді қонақтарымызбен жалғаймыз. Арнамыз қосулы болсын. Овны. Сегодня не рассчитывайте на прорыв или на то, что удастся что-то сделать побыстрее, всему свое время. Тельцы. Некоторые вопросы лучше решать максимально быстро, не откладывая дело в долгий ящик. Близнецы. Недочеты в работе не будут для вас неожиданностью, так как ваши коллеги слишком предсказуемы. Раки. Рекомендуется не усердствовать с нравоучениями и советами, потому что они могут обернуться против вас. Львы. Если планируется поездка или командировка, самое время заняться ее подготовкой. Девы. Удачными будут романтические встречи, общение с близкими людьми, а также посещение мест, где вы редко бываете. Весы. Делая перестановку в квартире или меняя что-то в своей внешности, обратите внимание на то, что ваши ожидания могут не оправдаться. Скорпионы. В некоторых вопросах вам придется рискнуть и взять ответственность на себя. Стрельцы. Вы умеете быть жесткими и бескомпромиссными, но для сегодняшних начинаний больше подойдет противоположный подход. Козероги. Кто-то из окружения может вас разочаровать, или же вы поймете, что ожидали большего от своих близких. Водолеям будет проще пойти на конфликт и критиковать, чем заняться поисками компромисса. Рыбы. Сегодня не следует все усложнять. Чем проще будут ваши действия и слова, тем результативнее все совершится. Тобылтаң бағдарламасы тікелей желіде жұмысын әрі қарай жалғайды. Виктордан сұрағымызды тағы да қайталап өтейік. Муай-тай спортында спортшылар рингке шықпас бұрын қандай би билейді? Егер де осы сұрақтың дұрыс жауабын білсеңіздер, 54-39-04 желісі арқылы арнамызға қоңырау шалыңыздар. Какие танцы танцуют в муай-тай перед выходом на ринг? Мы ждем ваши варианты 54-39-04. Но вы к нам пожаловали с книгой. С книгой, скажем так, не просто литературой, а с целым научным пособием. Причем собственного сочинения. Да. Расскажите, пожалуйста. Ну, это потребность. Я работал в Кустанайском государственном педагогическом институте, и я там ощутил, что материал все разрознен, разбросан. Таких вот учебных пособий нет. И меня этот институт подтолкнул. И я начал писать методически. Написал методически вот по национальному виду, там есть жудур-тасу, тоже вариант такой муай-тая. И краткий курс национальных видов спорта. И вот последняя книга «Муай-тай в Казахстане». То есть она одобрена Академией спорта в городе Алмате и научно-методическим центром в городе Астане. Вот готовится выпуск вот такая книга. То есть каждому тренеру она поможет, да? Да, здесь есть краткая история, плюс методика тренировок и это, и это. Ну, у всех свои варианты тренировок, но я хотел выразить как бы единое пособие. Ну, вот такой был. Здорово. А у тебя кумир есть? Это кто? Ну, это спортсмены, на которых ты смотришь, ты думаешь, они очень хорошо делают свое дело, и ты хочешь повторить. Тебе нравятся успех. эти спортсмены? Да? Кто это? Это Виктор Ан. Так. И этот боксер Геннадий Головкин. Антон Пинчук тоже. Это наш уже Руднинский, да? А мечта есть большая? Да. Какая? Стать чемпионом Олимпийских игр. Быть похожим на тех, кто мне нравится. Ну, то есть здорово, мечты и цели совпадают, значит, вдвойне больше шансов выиграть. Мысль материальная. Мысли материальные, конечно. Про ближайшие события вы сказали, а вообще на летний отпуск, так называемые, уходят дети, или они тренируются круглый год? Нет, у нас мы, значит, сделали летнюю базу, вот на реке Тобол, в поселке Мангельды. У нас там ринг стоит прямо на берегу реки, и еще летний крытый ангар. Ну, в случае дождя мы можем под крышей заниматься. Все тренировки проходят возле реки. Они с удовольствием ходят там. Я даже приходится их выгонять. 2-3 часа это они хотят по полдня там заниматься. Ну, им нравится на природе, потому что за зиму спортзал надоедает. В 4 стенах
а летом ребенка не удержишь в зале. И вот мы поэтому сделали летний лагерь. Будете совмещать приятное с полезным. Хорошо, у вас есть учебное пособие, у нас есть тоже специальная книга, именно сюда записывают утренние пожелания наши гости. Просим вас оставить автографы и пожелать доброго утра нашим зрителям. Арсений, передашь привет своим близким? Давай. А кому? Родителям, друзьям, одноклассникам. Здравствуйте. Привет, мам. Привет, друзья. Здравствуйте, учитель. Всем доброго утра. Да, всем доброго утра. Молодец. И ваши пожелания. Ну, я хочу поблагодарить вот именно вашу телекомпанию за то, что он так обращает внимание на детский спорт, развитие вот здорового образа жизни. Ну и дальнейших успехов вам, процветания. И вам новых побед, и почаще приходите к нам в гости. Спасибо. Спасибо. Келгендеріңізге алғыс білдіреміз, рахмет. Қадірлі телегөрмендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бір минутта жолығатын боламыз, құлақтан кіріп айтылатын әуезді әнге кезек береміз. Оставайтесь вместе с нами. Қарындас қалғалай, сенсің таңғарай, жылынба шаңғалай. Ай, арбамай, арманым алдамай, арманай, арманай, жүрегім жанғанай. Алмадай тәтті қыз, алмадай, алмадай қыз, алма, алматылы қызғылығы балма. Сен райым, өзіңді жеп алайын, алма, алмадай қыз, алма. Алмасы бар телефоның бар ма? Нөмірің қандай, алма қыз, аядан тыс қалмаңыз. Ай, алма қыз. Алмадай қыз. Алма қыз, тәп-тәтті алма қыз, от болып жанғанбыз, ғашық боп қалғанбыз. Ай, жалғаңыз, үміттай жалғаңыз, жалғыз боп қалмаңыз, тек мені таңдаңыз. Арнамыз қосылсын жалға біз. Алмадай қыз, алма, алматылық қызғылығы балма. Сен райым, өзіңді жеп алайын, алма, алмадай қыз, алма. Алмасы бар телефоның бар ма? Нөмірің қандай, алма қыз, аядан тыс қалмаңыз. Ай, алма қыз. Алмадай қыз. Алмадай қыз, алмадай қыз, алмадай қыз, алма, алматылық қызғылығы балма. Сен райым, өзіңді жеп алайын, алма, алмадай қыз, алма. Алмасы бар телефоның бар ма? Нөмірің қандай, алма қыз, аядан тыс қалмаңыз. Ай, алма қыз. Алмадай қыз. Алмадай қыз, алма.
Қайырлы таң, қадірлі телекөрермендер, Қостанай арнасы Тобыл таң бағдарламасы тікелей желіде қызмет етуде. Әдеттегідей телекөрермендеріміз екі викторина сұрақты жолдаған болатынбыз. Неше бағдарламамызды қорытылайтын сәтке де келіп жеттік. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар. Бүгінгі бағдарламамызды түйін дейтін болсақ, күн сауалынан екі викторина сұрақты жолдадық. Өкінішке орай телекөрермендерімізді қоңырау ести алмадық, дұрыс жауапты демек қабылдай алмадық. Екі сұрақ дұрыс жауабын біз әріптесімізбен айта өте кетейік. Алғашқы сұрағымыз Жана ақынның аузынан қозы көрпеш баян сұлу жырын жазып алған тұңғыш өнертанушы ғалым бұл Шоқан Уәлиханов екен. Естеріңізде сақтап жүріңіздер, біліп жүріңіздер. Ал екінші сұрағымыз спорт әлемінен болды. Муай-тай спортында спортшылар рингке шықпастан бұрын қандай би билейді? Бұл бидің түрі виа кру деп аталады екен. Бұл қызықты деректі де естеріңізде сақтап жүріңіздер. Әрбір таң сайын біздің арнамызға қоңырау шалып, викторина сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды қайырып, сыйлыққа ие болуға мүмкіндіктеріңіз бар. Правильные ответы на предложенные вопросы викторины сегодня, к сожалению, не прозвучали, но мы обязаны просто раскрыть вам эти ответы для того, чтобы, во всяком случае, 2 часа вы провели с пользой для себя и получили новые знания. И теперь, когда у вас спросят имя ученого, который впервые написал из уст поэта Жанака поэму «Козы Көрпеш баян сұлу», вы смело можете ответить, что это Шокан Уәлиханов. Ну а насчет второго вопроса, какие танцы танцуют в Муай-тай перед выходом на ринг? Виа кру, именно так они называются. Вас призываем не отчаиваться, впереди будут новые, интересные вопросы викторины, может быть, где-то даже загадки, может быть, творческие, самые разные, на разнообразный вкус. Главное вам включать с 7 до 9 утра каждый будний день, а теперь еще и по субботам программу «Тобыл таны» и встречать утро вместе с нами. Енді дүйсенбі сенбі күндер аралығында Тобыл таң бағдарламасының жұмысы сіздер үшін қызмет ететін болады. Әрбір таң сайын біз сіздерді қуантуға тырысамыз. Сенбілік күні әріптестеріміз сіздермен қауышып қызықты деректерді жеткізуге тырысады. Ал біз әдеттегідей әрбір таң сайын 2 сағат көлемінде таңғы сағат 7:00-ден 9:00-ге дейін келіп жететін қызықты қонақтарымызбен өңірімізде болып жатқан жағымды жаңалықтармен айтар ауыз толтырылық жеңістерімізбен міндетті түрде осы бағдарлама аясында осы студияда сіздермен бөлісетін боламыз. Мамырдың мамыржай күндерінің соңы деп те айтсақ болады. Бүгін 30 мамыр бейсенбі күні алда жаз мезгілі толыққанды өзінің жұмысына белсене атсалысып кірісіп кетеді. Маусым бізге тек қана өзінің жақсылығына келеді деген ойдамыз. Тек қана күннің ыстығымен емес, сонымен қатар ішкі жан дүниеміздің жылулығымызбен жақындарымызға қуаныш сыйлаймыз деген ойдамыз. Ертең таңғы сағат 7:00-де әріптестеріміз сіздермен бірге тікелей желіде жолығатын болады. Әрбір таң сайын біздің бағдарламамен бір болыңыздар. Тікелей желідеміз 54-39-04, қаламыздың коды 8714-2. Сонымен қатар сіздер бізді тек қана көгілдір экран жәшіктері ғана арқылы емес, сонымен қатар әлеуметтік желілерде, ғаламтор беттерінде тамашалай аласыздар. Ол үшін біздің ресми парақшамызға кірсеңіздер жеткілікті. qostanaytv.kz біздің ресми парақша. Дәл осы парақшада Тобыл таң бағдарламасын сіздер онлайн режимде және қайталау режимде де көре аласыздар. Сонымен қатар біздің арнада болып жатқан барлық жаңалықтарды, барлық бағдарламаларды осы біздің ресми парақшамызда тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желіде де сіздермен біргеміз. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram. Осы желілерде өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдап, сұрақтарыңызды қойып, тілектеріңізді жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде оның барлығына қарап сіздерге жауап қайыратын боламыз. Әрқашанда әрбір жерде біздің арнамен бір болыңыздар. Все выпуски нашей передачи, не только, а все программы телеканала Костанай можно увидеть на официальном сайте, который так и называется qostanaytv.kz. Именно там в вашем распоряжении и онлайн-режим, и повторы. Также мы есть во всех социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте. Присоединяйтесь к нашим страничкам. Будьте в курсе всех последних событий из жизни региона и всей республики 24 часа в сутки. На сегодня это все. Сейчас будет выпуск новостей. Ну а с вами это утро были рады встретить Багдад Тубулбай. Әріптесім Маргарита Иванова. Көңіл-күйіміз қашанда көтеріңкі болсын, әрбір шығып алған таңымыз жақсылығына келсін. Дәл қазір көңіл-күйді көтеру үшін, жұмысқа білек сыбана кірісу үшін әуезді әнге кезек береміз. Жақсылықта жүзсе, Қостанай арнасы қашанда қосулы болсын. До встречи в эфире на телеканале Костанай. Seni soluğum ay soluğum Birden unattım Yürekte
сезімнің сыйла жылуын, ай жылуын. Жүрме жырақтым, алыстама жанымнан, алыстама бағымнан. Сәл көрмесем сағынам сені. Түйіп өткенін ойлама, өзге жанды ойлама. Мен сүйгенде сен де сүй мені. Табыламын әркез жанымнан, жанымнан, кетпе жанымнан. Сағынамын сені, сағынам, алыстама менің жанымнан. Ерке келбеттім, өзгеге сені бермеспін, ай бермеспін. Мен бермеспін, аруды сендей көрмеппін. Бағыма орай кездестің, ай кездестің. Сен кездестің. Алыстама жанымнан, алыстама бағымнан. Сәл көрмесем сағынам сені.